Шалтырыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Токалаев Айсұлтан арнасы, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен маған келіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде жаңа серияның аты лагерь деп аталады. Кеттік. Так, балалар, бүгіндерің келді деген ойдамын. Так, қазір мен мына менюді ашып жіберейін, бәрі келген секілді. Так, Жаннұр шық, апаймен. Адина шық, апаймен. Так, Жандос Арман шық, апаймен. Екеулерің бір үйденсіңдер ғой, апай. Так, білініп тұр. Балалар, осы үйді өздерің зерттеп келесіңдер. Мен қазір осы документті директорға апарып берейін. Оған үшін үйді таныса беріңдер. Кеттім. Қалайсыңдар, естіп тұр, лагерьге келіп тұру керек еді. Менің атым Арман. Менің атым Адина. Менің атым Жаннұр. Менің атым Жандос. Жандос, Жаннұр. Қойшытегі бір кішкентай бала. Ой, оған сөйлемей қойыл, приколчик. Түсініп тұрмын, приколчик екен. Так, енді үйді танысайық. Өз комнатамыз қандай екен. Кеттік, бәрін бастап көрейік. Так, вау, мына жақ бізде. Менің ойымша, мына жақ бізде кухня. Әдемі. Бәріміз мына жақта тамақ ішетін секілдіміз. Ана қараңдар, өте әдемі. Әдемі екен. Мына жақпен уже бағана бері танысып алдық қой. Күтіп отырдық қой, сендердің көңілдерің келмей қойыңдар ұзаққа. Так, кеттік, басқа бөлмелерді көрейік. Вау, мынау душ. Мынау біздің бөлме, вау. Вау, мына жақ спортзал екені білініп тұр. Біздің бөлме әдемі ғой. Жарайды, мен мына жерге жатамын. Мен мына жерге. Так, мен уже айтып қойдым. Мен мына жерге. Так, бәріміз келдік қойым. Что-то білі жоқ қой. Әлде бәріміз. Бәріміз. Жарайды. Вау, әдемі екен. Әдемі, төсектеріміз бәрі әдемі. Так, апай қашан келеді екен. Так, балалар, мен танысып алдыңдар деген ойдамын. Апай үй күшті екен. Енді сендер осы жақта бір апта жүресіңдер. Және де бір-бірлерімен дос боласыңдар. Әр түс сайын осы жақта спорттанасыңдар. Ал түстен кейін таңертең, таңғы ас, кешкі ас, түскі аста асханада боласыңдар. Бәрі түсінікті ғой, түсінікті деген ойдамын. Мен кеттім, сау болыңдар. Мен қазір келем. Осы бар ғой, апайдың көп жұмыстары бар секілді, бір жаққа кет қала береді. Аты кім еді? Мен төсегім бұл, Апайдың аты кім еді? Әсем ғой, Әсем. Әсел, мама. Так, болды, көп сөйлеспей, мына жерге жаттығу жасайық. Қойшы, әлі түсте болған жоқ, біз 6-да келдік қой. Білдім, мен ұшқа түсіп алым керек еді, әйтпесе мұндан сіздім нені отырым. Слишком бір түрлі болып кеттім. Жарайды, мен ұшқа түсіп алайын. Жерге гүлді кім қойған? Бас дейтін адам қойды ма точно? Қай жаққа қойсам болады? Тұра берсінші болды жақты. Кетті мен. Уже душқа түсіп кетті. Так, не істейміз? Бәріміз тамақтанатын шығармыз. Мына жерде косметикалар бар екен. Бетімен жағыламасам. Вау. Әдемі екен. Так, мына жақ көрейін. Вау. Әдемі екен. Осы қыздар неге косметикаға қызыға береді? Білмеймін, мен мамам үйінде бар ғой, бір коробка косметика бар.
Меня тоже. Конечно, енді қыздар боянған жақсы көреді, сұлулықты жақсы көреді, сен сияқты біртүрлі болып жүрген жақсы көрмейді. Ойбай, қоя қойшы, біз әдеміміз бәрінен. Иә, әдемісіңдер. Мына жерде кремдер бар ма не? Бәсе бағанан бері айтпадыңдар ма? Жауып ол жерін. Так, енді не істейміз қазір? Білмеймін. Так, балалар, қарындарын ашқан секілді жүріңдер, мен артымнан асханаға барып тамақ ішеміз. Ура, мен қарным ашып отыр еді. Соғымызша ашып кетті ғой қарным. Кеттік бәріміз. Бүгін керемет тамақ екен ғой, клубника мен малинамен. Я, балалар, өстіп күніне керемет тағамдарды жеп отырасыңдар. Арттағы тағамдардан дауыс естисеңдер болады. Вау, әдемі ғой. Вау, күшті. Я, күшті екен. Ё-моё, шынымен де. Мен біреуін алып жемесем, жеп тойып алдыңдар. Ас болсын. Так, жеп алайық. Мына ішінде шай жоқ па не? Бізге шай қойып бермепті ғой. Қызық, шай бермегені. Қазір апай шақыр келем мен. Балалар, кешіріңдер, мен сендерге айтуды ұмытып кеттім. Міне мына жақта шай құятын бәрі бар. Какао, көп заттар құяды. Міне. Вау, әдемі екен. Бәсе, апай. Вообще, біртүрлі болып қалдық қой. Так, міне. Так, балалар, осыны какаоны ыстықта ішіп алыңдар, ас болсын. Рахмет, апай. Дәмді секілді. Мен тойдым. Мен де. Енді өстіп күнде тамақ ішіп отыратын болдық қой. Білейін, мен лагерге келе сабат анамды сағынып жатырмын. Қойшы кетерде вообще мына жақты сағынасың. Бірақ мен шынымен де ата-анамды сағынып жатырмын. Мен де. Уже кеш батып қапты ғой. Уақыттың қалай зымырағанын білмей қалдық қой. Тіпті зарядка да жасамадық. Білмеймін, ертең жасайтын шығармыз. Болды, қайырлы түн, мен ұйықтаймын. Қайырлы түн, жігіттер, мен ұйықтаймын тоже. Қайырлы түн, жандас. Қайырлы түн. Так, балалар толық ұйықтапты. Қайырлы түн, балалар. Так, мен кеттім. Достар, егер де видеоны лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.